Күніңіз сіздің қалай өтті? Не істедіңіз? Немен айналыстыңыз демалыс? Қайда қыдырдыңыз? Достармен. Бізге ақпарат келетіндей қыдырдыңыз ба, жоқ па? Жоқ, қыдырмаймын. Сиренді кімнен алды? Сирені братишкам берді. Солай ма? Сол уайым болады көбісіне, потому что жаз жерді. Болды, осыны ертең несіне айтам, эфирге айтам деп ше. Көбі жаз жерді. Сіздің болмай малай. Енді тағы сенің де тағы тұрмысқа шықты деген ат болмайды, дұрыс тұра алмайсың. Менде ажырасты деген ат болмайды. Мен жақмақ емеспін ғой, ойланып сосын Солай. Қазір үміткеріңіз аяулымын, болашақта бәрі жақсы болып жатса, үшеуіңіз араласасыздар. Болашақты еншісіне қалдырайық, бірақ Ернарды ни в коем случае қалдырмаймын. Ернар, енді мен болашақта үйленсем, Ернар менің төрімде отырып, менің әйелім оған қызмет жасайды. Әйеліңіз ұнатпайтын жігіт болып қалса Ернар, айтса? Ондай болмайды. Потому что ол менің выборымды уважать ету керек, мен оны. Потому что енді бір-біріне иілу деген сияқты. Демек сіз айтқанын жасап, кез келген Ернар емес, жалпы кез келген досыңыздан бас тарта алмайсыз. Иә, мен бір қызды кездестіре сап досым болып кететін адам емеспін, сол үшін. Қыз ғана емес, ол әйеліңіз болады. Жоқ, әйелім болса да, ер екен енді білмеймін мен. Андай ойластырып тұрғанмын, орны бөлек мен үшін.